Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 51 сабақ лепті сөйлем. Егер видео ұнаса соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Лепті сөйлем. Біз бұл тақырыптан мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтайтын боламыз. Және де лепті сөйлемдер құрап жаза алуды үйренеміз. Бірінші жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Тыныс белгісіне назар аудар. Менің елім алып ел, бар ғой онда бәрі дер. Өзен де бар, көл де бар, теңіз де бар, шөл де бар. Дөңес те бар, тау да бар, бақша да бар, бау да бар. Орман да бар, қырат бар, шалғын да бар, бұлақ бар. Алуан құспен аңы бар, алып еді танып ал. Өлең не туралы? Өлең туған жер туралы. Өлеңге ат қой. Өлеңге менің елім деп ат қойсақ болады. Келесі 2 жаттығу. Табиғатқа не жатады? Суретті толықтырып айтып көр. Суретте бізге мәуе ағашы берілген, оның ең жоғарғы жағында күн тұр. Және оң жағында гүл. Қалған бос ұяшықтарды толтырайық. Яғни біздің мәуе ағашымыздың жапырақтарын толтырайық. Тапқан сөздеріңмен төмендегі үлгі бойынша сөйлем құрап жаз. Табиғатқа бізде тау, тас, ағаш, гүл, құстар, жануарлар, яғни айналамызды қоршағанның бәрі бізде табиғат деп аталады. Енді үлгі бойынша біз осы берілген сөздерден сөйлемдер құрап жазайық. Мысалы, қандай биік тау, қандай әсем гүл, қандай кең дала, қандай әдемі жер. Енді мен осы жерде 4 сөйлем жаздым. Соның 2 сөйлемінің тыныс белгісі дұрыс емес. Соны тапқан адам комментарийға жазып қалдырамыз. Қай сөйлемде қандай тыныс белгісі тұруы қажет. Келесі 3 жаттығу. Тиісті дауыс ырғағымен оқыңдар. Атау, деді кітап оқып отырған іңкәр. Ау ботам, жақсылық деген не? Жамандықтан аулақ болу, деді атасы. Ал жамандық дегеніміз не? Ата, деді іңкәр.
Жақсылықты ұмыту, деді атасы. Іңкәр ойланып қалды. Лепті сөйлемдерді тап, өзің жақсылық дегенді қалай түсінесің? Мұнда бізде лепті сөйлемдер атау, ау ботаң, жамандықтан аулақ бол. Бұл сөйлемдер не үшін лепті? Өйткені дауыс ырғағымен адамның көңіл күйін білдіретін сөйлемдер болып табылады. Сондықтан да соңғы жағында бізде леп белгісін қоямыз. Ал жақсылық дегенді адамға жағымды нәрселердің барлығы бізде жақсылық болып саналады. Ал сіздердің ойларыңыз қандай? Жақсылық дегеніміз не? Ойларыңызбен комментарияда бөлісе кетіңіздер. Келесі төртінші жаттығу. Сөйлемдердің соңына тиісті тыныс белгілерін қойып жаз. Мұнда бізде 4 сөйлем берілген. Қандай сөйлемдер берілгенін оқып шығайық. Бірінші, өзеннің жағасы қандай керемет. Екінші, айбар шалғымен шөп шапты. Үшінші, саябақтың іші сондай тып-тыныш. Төртінші, сен нешінші сыныпта оқисың? Ал енді осы сөйлемдердің тыныс белгілерін қойып шығайық. Бірінші, өзеннің жағасы қандай керемет. Бұл бізде адамның көңіл күйін білдіріп тұр, иә? Сондықтан да соңғы жағында біз леп белгісін қоямыз. Екінші, айбар шалғымен шөп шапты. Мұнда бізге айбардың шалғымен шөп шапқандығын хабарлап тұр. Сондықтан сөйлем соңына нүкте қоямыз. Үшінші, саябақтың іші сондай тып-тыныш. Сөйлем соңына леп белгісін қоямыз. Төртінші, сен нешінші сыныпта оқисың? Мұнда бізде нешінші сыныпта оқисың деп бізден сұрап тұрғандықтан сөйлемнің соңына сұрау белгісін қоямыз. Дәптерге әдемілеп қатесіз көшіріп жазып аламыз. Келесі бесінші жаттығу. Өзің екі-үш лепті сөйлем құрап жаз. Ал кеттік, онда ойымызбен өзіміз лепті сөйлемдер құрап жазайық. Бірінші, алақай, ертең менің туған күнім. Екінші, қандай дәмді алма. Үшінші, мына суреттің әдемісін ай. Осы сияқты өз ойларыңызбен өзгертіп жазсаңыздар болады.